Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін мен творческий студия бета-версияны қалай ашу керектігін көрсететін боламын. Инструмент авторы дегенге кіреміз. Осы жерден міне творческий программа бета-версия. Осыны қалай ашу керек екенін менге көрсететін боламын. Біріншіден бізге новый аккаунт керек болады. Gmail аккаунт. Ол Gmail аккаунтты осы жерден добавить аккаунт деп басамыз. Сосын Google дегенді басамыз, ана астында тұрған. Google дегенді басқаннан кейін продолжить деп шығады. Создать аккаунт дегенді басамыз, ана тұрған. И для личного использования бірінші тұрғанды басамыз. Имя деген жерге атымыз жазамыз, өзіміздің. Фамилия деген жерге фамилиямыз жазамыз. Әрі қарай далее дегенді басамыз. Сосын күн, туған күніңіз, одан кейін айыңыз, одан кейін жылыңыз. Белгілеп болғаннан кейін басамыз. Міне анау ұсынып тұр өзінің аккаунттарын. Бірінші тұрған, екінші тұрған болмаса өзіңізге ұнайтындай қылып Gmail ашып алсаңыз болады. Создать собственный адрес Gmail дегенге басып, осы жерге жазуға болады. Енді бұл басып болғаннан кейін далее дегенді басамыз, әрі қарай. Сосын пароль. Өзіңіз пароль ойлап табасыз. Үлкен әріппен жазасыз, или кішкентай әріппен, енді өзіңіз білесіз ғой енді қалай екенін. Сан, сосын тағы бірдеңелер болу керек арасында. Шамалы қиындау болу керек. Осыдан кейін далее дегенді басамыз, дайын болғаннан кейін. Болды. Одан кейін бізге неге кіру керек болады? App Store или Google Play. Білмеймін, қайсысы ыңғайлы, соған кіресіздер өзіңізде барына. Одан кейін барып мына жерге VPN, сосын супер деп жазса өзі әрі қарай көрсетеді қазір. Міне мынау тұрғаны, міне VPN прокси сондай, в общем, Unlimited деген. Дәл осы приложениені скачать етіп алу керек бізге. Менде бұл приложение бар. Қазір обновление жасай жүрейін. Именно осы приложениеде ғана не бар? Французский VPN бар ішінде. Приложениені ашып отырға, ашылғаннан кейін андай шығады, ең астында сызықша продолжить с рекламой деген бар. Соны басамыз, тегін кіреміз өзі. Сосын анау үстінде тұрған самые быстрые местоположения дегенді басамыз. Сол жазуды басамыз, ана қасында көк не бар. Міне осы жерден французский нелер, серверлер, осының біреуіне қоса саламыз, болды. Осы бірін таңдаймыз да қосып қоямыз, үстінен басып. Содан кейін көкті басып жібереміз, қосу өшіру деген. Осындай реклама шығып кетеді. Реклама шығып кеткеннен бұл рекламаны X-ті басып, сөйтіп бізде шығып кетеміз бұл рекламадан. Бұл енді тегін версия болған, реклама болады. Міне Франция аккаунты қосылды, сервері қосылды, 19 секунд болды. Googleға кіргеннен кейін осы жерге өзіміздің ID-імізді тауып алуымыз керек. Тауып алғанда қай не қосылып тұр, қай жерден қосылып тұрмыз қазір. Мой ID адрес десек шығады. Міне, узнать IP адрес деп тұр, узнать свой IP адрес. Осының екшеуіне кіріп көреміз. Содан кейін барып білетін боламыз. Міне, Ruby Франция деп тұр. Яғни Францияда тұрмын мен қазір VPN арқылы. TikTok-тың өзінің несіне бару керек, официальный сайтына бару керек. Веб-сайтқа, приложениеге емес, веб-сайтқа бару керек. Міне веб деп тұр. Енді логин дегенді басып көрейік. Отключение өтпейміз. Қабылдап қойып жүрмеңіздер, принять етіп.
Енді осы жерден астында регистрация дегенді басамыз. Ана ешқайсысын баспаймыз төбедегілерді. Тек астында регистрация деген қызылмен жазылғанды басамыз. Кіргеннен кейін енді біріншісін басамыз. Туған күніңіз, айыңыз, жылыңыз сондай сұрап тұр. Осыны басып болғаннан кейін әрі қарай бізде телефон нөмір сұрайды. Телефон нөмірге жазбаймыз өз нөмірімізді. Біз почта арқылы кіреміз. VPN қосылып тұр. Телефон нөмір жазсақ, Қазақстаннан екенімізді біліп қояды. Сондықтан жаңа поштаны жазамыз. Жаңадан ашылған поштаны gmail.com деп жазып болғаннан кейін анау галочка қойып жүреміз. Получайте подробнее деген жерге галочка қойып, далее дегенді басып жүреміз. Осы жерге паролімізді жазамыз өзімізді. Мына символдардың бәрі не болу керек. Қызылмен жазылып тұрған, буква, цифры деген көп жану керек бәрі. Яғни бұл жерге үлкен әріп, кіші әріп, сөйтіп сандар қойып, собачка қойып, сөйтіп екеуінде жағып аласыздар. Сосын регистрация деген жазамыз, басамыз. И артынан жаңа жазған почтамызға, новыйдан ашылған Gmailға сообщение келеді, код келеді. Кодты осы жерге жазамыз. Болды сосын. Сізде франциялық аккаунт дайын.